Аяқ сүйектері оста мембри инфериорис жамбас белдеу сүйектерінен және аяқтың еркі орналасқан сүйектерінен тұрады. Жамбас белдеу сүйектері цингулум мембри инфериорис 3 сүйектің жиынтығынан тұрады. Біріншісі мықын сүйегі ос илиум, екіншісі қасаға сүйегі ос пубис және шондана сүйегі ос исхилдан тұрады. Ал аяқтың еркін орналасқан сүйектері парс либера мембри инфериорис орта жіліктен, ос фемордан, сирақ сүйектері асық жіліктен, ос тибиядан және кіші жіліншік ос фибулядан және аяқ басының сүйектерінен тұрады. Жамбас сүйегі ос кокция адамдағы жұп жалпақ сүйектің қатарында өзара біріккен 3 дербес сүйектен тұрады. Мықын сүйегі, шат сүйегі және шондана сүйегі. Бұл 3 сүйек бізде 14-17 жасқа дейін өзара біріккен, өзара шемшек тіні арқылы бірігетін болса, кейінірек адам жасы ұлғайған сайын бұл жерлер бізде сүйек тінімен толтырылады да жалпы бір сүйекті, яғни жамбас сүйегін құрайтын болып табылады. Осы 3 сүйектің біріккен жерінде бізде ұршық бар. Ол ұршық бізде латын тілінде ацетабулум деп аталады. Ацетабулумның өзі бізде бірнеше құрам бөліктен тұрады. Біріншісі ұршық шұңқыры, фосса ацетабули, екіншісі ұршықтың қыры, лимбус ацетабули және ұршық ішінде орналасқан жарты тәрізді буындық беті фасция солоната және ұршықтың төменгі тілігі инцизура ацетабулиден тұрады. Келесі айтатынымыз бізде мықын сүйегі. Мықын сүйегі ірі сүйектердің қатарына жатады және латынша ос илиум деп аталады. Екі сүйек бізде өзара ішкі бетінде орналасқан доға тәрізді сызық линия аркуата арқылы бөлінген. Мықын сүйектің өзі бізде денесінен корпус осис или және қанатынан аля осис илидан тұрады. Мықын сүйегінің қанатының жоғарғы бөлігі бізде латынның S әрпіне ұқсас, осы мықынның қырқасын түзеді. Мықын қырқасы бізде криста илиака деп аталады. Бұл жерге бізде көптеген бұлшеттер келіп бекиді. Осыған орай оның екі ерні бар. Бірінші ерні сыртқы айқын байқалатын лябиум экстерна, екінші ерні ішкі ерні лябиум интернадан тұрады. Екі ернің арасы бізде аралық сызықтан линия интермедиадан тұрады. Осы мықын сүйегінің қырқасының алдыңғы бөлігі бізде ол жерде бізде екі қылқан пайда болады. Біріншісі мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы қылқаны спина илиака anterior superior және мықын сүйектің алдыңғы төменгі қырқасы спина илиака anterior inferiorдан тұрады. Және де қырқаның артқы бөлігінде де екі қылқан пайда болады. Біріншісі спина илиака posterior superior, яғни артқы жоғарғы қылқан, және екіншісі артқы төменгі қылқан спина илиака posterior inferiorдан тұрады. Сонымен қатар осы мықын сүйегінің бізде ішкі беті бізде ойыс келгендіктен ол жерде бізде шұңқыр пайда болады. Ол фосса илиака деп аталады. Фосса илиаканың артқы бөлігінде осы мықын сүйегінің 8 көзбен байланысатын 8 көздік беті, яғни фация сакропельвина 8 көз жамбас беті орналасқан. Бұл жерде 8 сүйегінің құлақшалық буындық бетімен беттесетін құлақшалық буындық беті фациас аурикулярис және көптеген байламдар келіп бекитін мықын сүйегінің бұдыры туберозитас илиака орналасқан болып табылады. Мықын сүйегінің осы сыртқа қараған, яғни бөкселік беті фациас глютте деп аталады. Фациас глюттеде бізде бөкселік бұлшеттер келіп бекитін бізде бірнеше сызық бар болып табылады. Біріншісі төменгі бөкселік сызық. Төменгі бөкселік сызық линия глютте инфериор деп аталады. Екіншісі алдыңғы бөкселік сызық линия глютте anterior және артқы бөкселік сызық линия глютте posteriorдан тұрады. Сонымен қатар осы мықын сүйегінің шат сүйегімен шекараласатын жерінде мықын шат төмпешігі эминенция илия пубика бар болып табылады. Келесі шондана сүйегі ос исхи. Ос исхи бізде өзінің денесінен корпус осис исхидан және бұрыш жасап орналасқан тармағы рамус осис исхидан тұрады. Шондана сүйегінің денесінің артқы бөлігінде шондана сүйегінің қылқаны спина исиадика орналасқан. Осы қылқаның жоғарғы және төменгі бөлігінде екі тілік бар. Біріншісі шондана сүйегінің үлкен тілігі инцизура исиадика майор, екіншісі шондана сүйегінің кіші тілігі инцизура исиадика минор. Сонымен қатар осы шондана сүйегінің денесінің төменгі бөлігінде оның төмпешігі тубер исиадик орналасқан. Келесі шондана сүйегінің тармағының алдыңғы бетінде
алдыңғы бетінде бізде жапқыш тесіктің алдыңғы төмпешігі туберкулум обтураториум антериор орналасқан. Келесі бізде қасаға сүйегі. Қасаға сүйегі бізде өзара симфиздер арқылы байланысқан. Сондықтан осы қасаға сүйегінің симфиздік буындық беті, яғни фацис симфизиалисі бар болып келеді. Қасаға сүйектің өзі бізде латын тілінде ос пубис деп аталады. Ол өзінің денесінен корпус осис пубистан және екі тармағынан, жоғарғы тармағы рами супериор осис пубис деп аталса, төменгі тармағы рами инфериор осис пубистан тұрады. Осы жоғарғы тармағының алдыңғы бетінде шат сызығы, яғни бектен осис пубис, шат қырқасы айқын көрінген болып табылады. Шат қырқасының өзі бізде осы денесіне жақын жерде қасаға сүйегінің төмпешінен туберкулум пубикум арқылы аяқталатын болып табылады.